Егер Аллаға рахмет айтқыңыз келсе, онда альхамдулилля деп айтуымыз керек. Альхамдулилля деген сөз қазіргі біздің тілмен айтқан кезде Аллаға рахметке саят мағынасы. Яғни альхамдулилля роббил аламин деуі бүкіл әлем. Әлем деген жер. Жердің ішіндегі бүкіл дүниелер, аспан ішінде бүкіл жаратылыстың барлығының Раббысы Аллаға мақтау болсын деген сөз. Намаз оқып жатқан кезіңізде осы мағынаны есіңізге алыңыз. Альхамдулиллахи роббил аламин. Бүкіл әлемнің Раббысы Аллаға мақтау болсын. Осылай біз намазды оқуымыз керек. Яғни Алланы ұлықтауымыз керек. Жастар үйленеді. Алла сізге нәсіп етеді, не істейсіз? Альхамдулилля. Сізге Алла перзент береді. Не істейсіз? Альхамдулилля. Сізге Алла үй береді. Не істейсіз? Альхамдулилля. Көлік береді. Ауырып қаласыз, емделіп жақсы болып кетесіз. Альхамдулилля. Бүгін мешітте отырмыз. Альхамдулилля. Алланың үйінде барлығымыз жиылдық. Альхамдулилля. Осы сияқты мінекей альхамдулилланың мағынасы Алланы ұлықтау, Аллаға рахмет айту.